1992 жылдың 7 мамыры тәуелсіз Қазақстанның жылнамасына мәңгілікке енді. Сол кезде, осыдан 30 жыл бұрын, біздің республикамыздың тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев қарулы күштерді құру туралы жарлыққа қол қойды. Тарихи тұрғыдан аз уақыт ішінде кез келген жағдайда әрекет етуге дайындалған мобильді заманауи армия құрылды. Қазіргі уақытта біздің әскери күштерімізге 3 түр кіреді. Құрлық әскерлері, әуе қорғаныс күштері және әскери теңіз күштері. Құрлық әскерлерінде механикаландырылған танк және зымыран бригадалары біріктірілген. Олардың қару-жарағында бронетанктік, шынжар табанды және дөңгелекті техника. Оның ішінде Арлан отандық өндірісінің жауынгерлік дөңгелекті машиналары, зымыран кешендері, оңғылы артиллерия қарулары, дүркіндетіп атудың реактивті жүйелері, радиоэлектрондық барлау құралдары, отқыр байланыс кешендері тұр. Қазақстандық армияның элитасын десанттық шабуылдау әскерлері, қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысының резерві құрайды. Әуе қорғанысы күштерінің құрамында әскери әуе күштері және әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері бар. Олар қазіргі заманғы авиациялық техника, зениттік зымыран және радиотехникалық әскерлер жүйелерімен жарақтандырылған. Әртүрлі санаттағы және мақсаттағы ұшқышсыз ұшу аппараттарының кешендері, соның ішінде барлау және соққы жүйелері кеңінен қолданылады. Біздің республикамыз Каспийде ең ұзын теңіз шекараға ие. Сондықтан әскери теңіз күштері дамуда. Оларды жабдықтауға қазақстандық зенит зауытында салынған жаңа зымыран артиллериялық кемелер келіп түсуде. Сол жерде көп функционалды кеме салынуда. Теңіздегі жарылғыштар және диверсиялық күштермен күресу мүмкіндіктері артуда. Қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша арнайы операциялар күштері құрылды. Олар гибридті соғыстар жағдайында арнайы мәселелерді шешудің тиімді құралына айналады. Қазақстанның халықаралық аренадағы беделін нығайтуға әскери қызметшілердің Ливандағы, Батыс Сахарадағы бітімгершілік қызметке қатысуы ықпал етеді. Бұл өңірдегі тұрақтылықтың маңызды факторларының бірі. Еліміздің қарулы күштері өзінің қалыптасуы мен дамуының 30 жылдық жолынан өтті. Басымдықтардың бірі әскерлерді кәсіби кадрлармен жасақтау болып қала береді. Қарулы күштердің офицерлік және сержанттық құрамының лауазымдарын жасақтаудың негізгі көзі отандық әскери оқу орындарының, жас ұлан әскери мектептерінің, әскери колледждердің, әскери институттардың, ұлттық қорғаныс университетінің түлектері болып табылады. Ел президенті қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қарулы күштерге азаматтарды конституциялық құрылымды және егемендікті кез келген сипаттағы және масштабтағы қатерден қорғау мақсатында жұмыла қимылдауды тапсырды. Бүгінгі күнде Қазақстан армиясы отанды қорғауға дайын және ол біздің тәуелсіздігіміздің кепілі болып табылады.